Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше экономный қазының рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тура қазының дәмі сияқты. Тіпті осыны ассортиге ұялмай қоюға да болады. Бөлген кезде де өте әдемі көрінеді. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті зат қойдың сүбе еті қажет болады. Осындай бетіндегі шандыры болады. Сол шандырын қолдың көмегімен жақсылап тұрып алып, осылай толықтай тазартып аласыздар. Сол кезде біздің етіміз кәдімгі қара кесек майлы ет болып тұрады. Егер де шандыры алынбай жатса, жаңағыдай пышақтың көмегімен ақырындап кесіп тастауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай тап-таза ет болды. Ал кесілмейтін шандырын пышақтың көмегімен ақырындап осылай кесіп алып тастадым. Егер де қойдың еті сізге ұнамайтын болса, сиырдың етіне жасауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай барлық бөлігін тап-таза етіп тазартып алдым. 4 бұрышты форма болу үшін қасына осындай не қостым, кішкене ет қостым. Тұздалмаған ет болғандықтан аздап тұз саласыздар. Егер тұздалған ет болса, салмайсыздар. Сосын үстіне қара бұрышты аздап салдым. Алдында қарыннан жасалған рулетке көбірек қара бұрыш салып жүріппін, сондықтан бұл жолы азырақ салдым. Чеснокты, яғни сарымсақты күштен өткізіп көбірек саласыздар. Бұл жерде мен бір бас чеснок қолдандым. Егер күш болмаса, кәдімгі пышақпен өте майдалап турасаңыздар да болады. Жақсылап барлық жеріне осы чеснокты толықтай сіңдіріп шығасыздар. Және де қалауыңыз бойынша сәбізді осылай ұзынша етіп сәбіз ашығыш құралмен ашып салсаңыздар болады. Осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, сәбіздеріңіз жұқа әрі рулетті ораған кезде етті тез оралатын болады. Егер сәбіз болғанын қаламасаңыз, тіпті сәбізді қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Дәл осылай сәбіздің барлығын жан-жағына қойып шықтым. Бұл жерде мен лабыр жапырағын қостым. Негізі лабыр жапырағын қоспай-ақ қойғандарыңыз дұрыс. Өйткені ол желінбейді, мен кішкене дәмі шығады ғой деп қосып едім. Бірақ егер рулет қып турайтын болсаңыздар, тіпті лабыр жапырағын қоспай-ақ қойыңыздар. Өйткені бөлген кезде де ол пышақтың көмегімен бөлінбей қалады. Сондықтан бұл жерде бір қателік, лабыр жапырағын салғаным. Сіздер салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолдың көмегімен тығыздап осылай орайсыздар. Міндетті түрде тығыз болып орағаныңыз дұрыс, өйткені піскен кезде етіңіз жиырылып, кішкене көлемі кішкентай болып қалады. Сондықтан тығыздап осылай бекітіп орайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай осылай барлығын орап алдым. Енді осындай жіптің көмегімен, кәдімгі тігіс тігетін жіптің көмегімен толықтай бас аяғына дейін толық орап шығасыздар. Кәдімгі үлкен, қалың ақ жіп болады ғой, қазы орайтын. Сондай жіппен орасаңыздар да тіпті керемет болады. Менде жоқ болғандықтан кәдімгі жіпті пайдаландым. Қараңыздар, толық басына дейін, аяғына дейін, бұрыш-бұрыштарына дейін орап аласыздар. Енді біздің экономный қазымыз дайын. Мен алдын ала морозильникке қатырып қойдым. Содан соң ет асқан кезде қосамын деп қатырып қойған болатын. Енді ет асып жатырмын. Сол кезде осы қазыны морозильниктен ала сала осылай салқын суға салып, еттермен бірге пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде мен етті өзіміздің отбасымызға арнап азғантай ғана жасадым. Енді қақпағын жауып толық қайнатасыздар. Қайнағаннан кейін көбігі шығады. Кәдімгі ет құсап пісіріп аласыздар. Көбігін толықтай алып тастайсыздар. 3 сағат, 2,5 сағаттай осы етті қайнатасыздар. Қайнағаннан кейін қазы сияқты көлемі кішірейеді. Аздап кішірейеді, көріп тұрғандарыңыздай. Содан соң осы қазыны бөлек ыдысқа сүзіп аласыздар. Яғни еттің барлығын толықтай сүзіп аласыздар. Және осы қазыны бөлек ыдысқа салып, салқын жерге қойып суытып алыңыз. Және де аздап холодильникке салсаңыз, кескен кезде өзінің формасын ұстайтындай сондай күшті қазы болып шығады. Ет асқанда салып жібердім. Сосын қамырды осылай сап-сары дөп дөңгелек жұп-жұқа етіп жайып алдым. Қамырдың толық жасалу, илену және де жаю құпиясы менің YouTube каналымда бар. Сілтемесін описание бөліміне және де осы видеоның соңғы жағына қалдыратын боламын. Сол жерден осы жұп-жұқа әдемі сап-сары қамырдың рецептін көре аласыздар. Жайылу рецепті, илену рецепті де бар. Қазір сіздерге бөліп
көрсетемін. Бұл жерде мен холодильникке салған жоқпын, бірден ыстықтай күйінде кесіп жатырмын. Егер сіздер холодильникке салып толықтай салқын болғаннан кейін кесетін болсаңыздар, өткір пышақпен бұл өзінің формасын ұстайды. Кәдімгі қазық ұқсап жіңішке болып кесіледі, әрі ұялмай ассортиге қойсаңыздар да болады. Жаңа атап өткендей, лавр жапырағын қоспай қойғандарыңыз дұрыс. Осылай кесу барысында кесілмей жан-жағына шығып ажырап кетеді. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөлімде өз пікіріңізді қалдырып, осы видеоның астына поделиться бөлімі бар, сол бөлімді басып, WhatsApp желісінде осы видеоны чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Және де каналыма тіркелмесеңіз, дәл қазір тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сонымен қатар қыстық салаттардың рецептері де каналымда бар.